Қытайға аудармашы болған қазақтың әңгімесі, болған оқиға желісімен. Мен бұл жігіт ағасымен кездейсоқ танысып қалдым. Қытайдан келген қандас бауырымыз екен, қытайшаға судай. Екеуміз оны-мұны жағдайды әңгіме қылдық. Бір кезде ол өзінің қайда жұмыс істеген туралы айтып қалды. Біраз уақыт Қазақстанның батысындағы облыстардың бірінде Қытайдың мұнай компаниясында аудармашы болыпты. Жұмыстың қиындығын айтты. Үй-күйіңді көрмей, алысталада еңбек етесің деді. Сосын қытайлардың қазаққа қалай мәміле жасап, қалай жұмыс істететінін айта бастады. Енді соған кезек берейік. Бір күні мұнай бұрғылап жатқан 60 шақырым жерден қалаға келдік. Көлікті мен жүргіздім. Қасымда бір жас Қытай бастық бар. Содан ол дүкеннен бірдеңелер алатын болды да кіріп кетті. Күн бұлт деді. Ол шығам дегенше жаңбыр жауып, Қытай бастық машинаға жеткенше үсті аздап су болды. Кіре сала әйшеға қарамай, «Әй, иттің баласы-ау, көлікті неге тура дүкеннің аузына тақап әкелмейсің? Менің үстім су болды» деп кіжіне жөнелгені. Мен үндемедім. Алайда ашудан жарылар болған соң, бірер ауыз қатқыл жауап берген болуым керек. Жыл соңында сыйлық ақша берген кезде, әрбір Қытай 10 000 ақш долларын алды да, маған 3 000 доллардай ғана берді. Міне теңсіздік, бұл секілді мысалдар көп. Бәрінен қорлығы, тағы бір Қытайдың маған қазақтардың бәрі анаусыңдар деп қойып қалғаны болды. Мен бар қазақты бұлай атағаннан намысым келіп тұрса да, себебін білейін деп, неге олай айтасың дедім. Сонда ол Қытай маған бұлай әңгіме айтты. Мен 2 жыл араб елдерінің бірінде Қытай компаниясында өзімше үлкен бастықтардың бірі болып жұмыс істедім. Сол кезде біз мұнайға жауап тараптардың кеңселеріне кіре алмай зар болатынбыз. Сондықтан оларға кезігудің ең бір сәтті уақыты арабтардың жұмыстан шығып көлігіне отыратын кез болатын. Егер сол кезде көлігіне отырғанша үлгеріп барып, айтатын шаруаңды айтсаң жолың болғаны, олай болмағанда олардың машинамен қууға тура келеді. Тіпті 70-80 шақырымға дейін ілесіп отырып, үйлерінің не басқа демалыс орындарының қасына барғанда сөйлесіп қалатынбыз. Сол кезде олар келген бізді көріп көліктерінен түсе қоймайды, терезесінен көз салып, не жұмысың бар деп иық қағады. Бізді бір инвестор екен деп, шетелдік, басқа елдің адамы деп елемейді. Біз олардың артынан осылай жүгіріп жүріп, шаруаларымызды реттеуге тырысамыз. Мен сол үшін оларды құрметтеймін. Олар өзін сыйлата біледі. Басқалардың алдында өздерін өріс ұстайды. Ал Қазақстанда деп жымсиып күлді. Мені және мен секілді бастықты көрсек керісінше, осы арадағы мұнайдың иесі, соның айналасындағы бастықтар жалбан қағып, қаумалап жүріп кәукелектеп қалады. Сол кезде біз жаңағы арабтар ұқсап, өзімізді керемет сезінеміз. Ал жалпақтап жүрген қазақтардың құны жоқ, қадірі аз, өзін сыйлата да бағалата да алмайтын халық секілді көрем. Сол үшін осы сөзді айтамын деді. Мен бұған қарсы дау көтере алмадым. Өйткені оның менің бетіме басып отырғаны өзімде көріп жүрген жайт еді. Жер болып, өтірік намыстанғаннан басқа амалың не? Міне, аудармашы жігіт осылай деді. Қазақтың қадірі неге қашты? Ақша мен мәнсапқа құлдықтан ба, әлде жаншылған рухын оята алмай, рухани сана құлдығына тәуелсіздіктен кейін де әлі ойсыздықпен басиып отыруынан ба? Неге әлі басқалардың табанында таптала береміз? Мақсат Қобдабаевтың мағыналы сөздер парақшасынан алынды. Оқыған Сұңғат Ғазизұлы.